Сәлем көрермен, Neojadid International каналына қош келдіңіздер. Мен Ботагөз Полат және бүгін эфиріміздің қонағы Есік мемлекеттік тарихи мәдени музей қорығы директорының орынбасары Зікірия Досым Қуатұлы. Бүгін Досым мырзадан өте қызықты тақырыптарға жауап алғалы отырмыз. Тек Қазақстан ғана емес, түркі әлемі, хатта адамзат тарихындағы революциялық кезеңді бізге түсіндіргелі отыр. Досым мырза, қош келдіңіз. Қош болдық. Осы бір қош болдық деген сөзді түрік ағайындармен араласқалы бері үйрендік. Қош болдық, қош көрдік дейміз қазақшалап. Жалпы мына сізбен біз қазіргі көтерілге отырған тақырып, бұл жалпы дұрыс айтасыз. Адамзат тарихында үлкен бір бетбұрыс жасаған кезең туралы әңгіме еткелі отырмыз. Дей тұрғанмен бұл өте қызықты тақырып, себебі бұл қазақтың ғана емес, түркі әлемінің ғана емес, бүкіл көшпенділердің жан дүниесі. Бірігіп қайнасып кеткен дүние. Оның ішінде түркі әлемі, араб әлемі де кіріп кететін шығар. Жалпы көшпенділер, адамзаттың көшпенділер тарихындағы өзінің жүріп өткен эволюциялық жолындағы адамзатты адамзат қылған үлкен бір эволюциялық кезең туралы әңгіме етеміз. Бірақ бұл енді бұны бір толық қамтып шығамын деп айта алмаймын, айналасы бір 20-30 минуттың ішінде. Себебі бұл докторлық диссертация академицияның ізденістерге арқау болатын тақырып. Жалпы шолу ғана жасап өтемін. Сондықтан алдын ала айтылмаған жерлер болса, сіздерден 1000 мәрте кешірім сұраймын. О не дегеніңіз, Досым ағай, бұйырса біздің тыңдармандарға қызықты болатынына сенемін. Мүмкін бірлеріне бір ізденіс тақырыбы ретінде одан ары тереңірек іздестіруге біз себепші болуымыз мүмкін. Олай болса, бірден сұрақтарымызға өтейік. Досым мырза, бірі білер, басқасы білмес, түркі халықтарының, жаңа Досым аға айтып кеткеніндей, жаны мен жүрегі болған жылқылар. Осы жылқылар алғаш рет қай жерде қолға үйретілді? Жылқыларды жалпы, жаңа айтып өттім ғой, жылқы дегеніміз жалпы адамзат баласының жан досы, серігі болып кеткен. Дүние жүзіндегі адамзат баласының дейші, оның ішінде көшпенділердің айнымас досы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, жылқының жалына ақыр заманға шейін жақсылық байлаулы тұрады деген сөз бар. Айтпақшы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атын ауызға алғаннан кейін сіздерді баршаңызды қасиетті Рамазан айымен құттықтай кетейін. Алла сіз істеген ғибадаттарыңызды, құлшылықтарыңызды, садақаларыңызды, жалпы ізгі амалдарыңызды өз дәргейінде қабыл айласын. Яғни жаңа пайғамбарымыздың хадисін келтірген бекер емес, себебі бұл жылқының орнын көрсетеді адамзат тарихындағы. Енді жылқы ең алғаш қашан қолға үйретілді деген сұраққа келген кезде адамзат арасында, адамзат тарихында, жалпы тарих ғылымында әлі күнге шейін талас-тартыс өте көп. Біреулер кіші Азияда қолға үйретілді дейді, өзінің ғылыми деректерін алып келеді. Ресей ғалымдары қазіргі Ресей жерінде қолға үйретілді дейді. Оларды өзінің тарихи деректерін алға тартады, бірақ мынаны ескеруіміз керек. Ресей жерінде қолға үйретілген жылқылардың өзі кезінде түркі тілдес халықтар мекендеген аумақ. Қара теңіз аумағы, Орал аумағы, Сібір аумағы, Алтай маңы, Ресейлік Алтай, бәрі ол кезіндегі көшпенділер қоғамы, оның ішінде түркі тілдес халықтар, яғни біздің ата-бабаларымыз мекендеген аумақ. Оған заттай материалдық деректеріміз, және археологиялық деректер, дәлелдер жеткілікті. Жалпы біздің заманымызға дейінгі, яғни түркшеде милаттан önce біздің заманымызға дейінгі 3000 жылдықтан бастап кейінгі орта ғасырларға дейін Қазақстан жерінде, соның ішінде жылқының қолға үйретілген аумақтарының бірі болып есептелетін Қазақстан жерінде бірін-бірі алмастырған түрлі мәдениет өкілдері өмір сүрді. Себебі Қазақстан ежелден, қазір Қазақстан аумағы мына батыс пен шығысты бір-бірімен байланыстыратын алтын көпір рөлін атқарған аумақ. Сондықтан да бұл аумаққа көз тіккен жұрттар да көп болған, көз салған мәдениет өкілдері де көп болған. Адамзат сахнасына Ахемениттер империясынан бастап қандай үлкен империялар шықса да, олар қазақ жерінде бір соқпай өткен емес. Және сонымен қатар екі ортада алтын көпір болып жатқаннан кейін жалпы Қазақстан және Орта Азия жерінде жаңа шығыс батыс мәдениеті, мұсылмандық, буддистік, христиандық мәдениеттердің бір-бірін алмастырған толқындар көп жүрді. Және соған орай мәдени кез келген мәдени ықпалдың ізін табуға болады.
дей тұрғанмен қазақ даласындағы ең алғаш қолға үйретілген жері қазіргі ғалымдардың тоқталымында ол Ботай қонысы деп аталады. Жалғыз бізде Ботай қонысы белгілі болып кетті Виктор Зайберттің арқасында. Ол 1980 жылдары ашылды. Содан бастап зерттеулер жүргізіліп келе жатыр. Қазіргі таңда Ботай тура біздің Есік мемлекет тарихи мәдени музей қорығы сияқты Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі мәдениет комитетіне қарасты Ботай мемлекет тарихи мәдени музей қорығы бар. Сол жерде ашылған. Ол ежелгі энеолит дәуіріндегі, яғни тас дәуірінен қола дәуіріне ауысатын кезеңдегі энеолит дәуіріндегі мәдениет зерттейді. Бұл зерттеулер көптеген жүргізіліп келе жатыр. 80 жылдардан бастап ең кемі бері қарай жүргізіліп келе жатыр. Бірақ Қазақстан жерінде жалғыз Ботай емес, білесіз бе? Ботай және соған іргелес жатқан терсек мәдениеті бар, жылқы мәдениетіне қатысты. Сонымен қатар Батыс Қазақстанда көптеген орындар табылған. Мысалы, біздің Есік мемлекет тарихи мәдени музей қорығы жүргізілген зерттеулер нәтижесінде 2018 жылы осы Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Есік қаласының оңтүстік батыс жағында Рахат қонысы деген бар, ежелгі сақ үйсіндерге тән қоныс. Сол жерден де жылқымен екі бірдей жылқының қаңқасын таптық. Ол жылқымен бірге жерленген қола, осы еті Темір ғасырына тән деп мерзім біліп отыр. Бұл әлі зерттелуді қажет етеді, әлі зерттеп жатырмыз. Бірақ қола және ерте Темір дәуірі болуы мүмкін деген тоқтамға келіп отырмыз. Оны енді нақты зертханалық зерттеулер анықтайды ол жағын. Сонымен қатар бізде Берел қорымынан табылған 14 жылқымен Шығыс Қазақстаннан табылған жерлеу орындары да бар. Дей тұрғанмен солардың ішіндегі ең шоқтығы биік ол Ботай мәдениеті. Ботай мәдениетіне қатысты бұл енді біздің заманымызға дейінгі 4-ші мыңжылдық қой. Жылқының ең алғаш қолға үйретілген жері осы деп жалғыз қазақ ғалымдары ғана емес, ақш, Германия ғалымдары да осындай, Британ ғалымдары да осындай тоқтамға келіп отыр. Оған алынған дәлелдер, мысалға, ол мына аттардың тісінің қажалуы, ауыздықтардың ізі қалғаны дәлелдеп отыр. Бірақ бұнда да таластар көп. Себебі бәленбай мың жылқының бір қоныста үйіліп сүйектердің қалдықтарының табылуы дейді. Соған қарағанда сол ежелгі Ботай қонысын мекендеген адамдар бұл жылқыны аңшылық мақсатта аулап, етін жеп, соңғы сүйектерін көмген шығар дейді. Бірақ енді соншама мың жылқыны бір мезетте аулап келіп, бір жерге көму мүмкін емес біздің өз ойымызша. Жылқыға келген бір індеттің кесірінен, және де қолға үйретілген жылқылардың індеттің кесірінен сол арада жылқы қырылып бір жерге көмуі мүмкін, қалған жылқыларға ауру жұқпау үшін. Және ол жердегі сүйектердің көбі 5-6 жасар жылқылар, яғни біз айтқанда 5-ті және ат жасында 5-ті, дөнен 5-ті жасындағы жылқылар болады. Ал енді батыс ғалымдардың келтіретін дерегі 20 ғасырда моңғол және қазақ ғалымдарын, қазақ байларын зерттеген кезде олар көбіне етін жеуге 5-6 жасар жылқыларды пайдаланған екен. Ал енді жұмысқа 15-16 жасар сақа кәрі жылқыларды пайдаланған екен дейді. Ал ол біздің эрамызға дейінгі 4-ші мыңжылдық пен 20-ші ғасыр салыстыруға келмейді. 20-ші ғасырда моңғол және қазақ байлары нарықтық экономика кіріп кеткен. Нарықтық экономиканы меңгерген. Сондықтан да мына сол замандағы моңғол және қазақ қоғамының ең басты табары, ол кезде қазіргідей өндіріс орындары, мұнай, тау-кен орындары ашылмаған кез, негізгі табар ол жылқы. Сондықтан да сатылымға 5-6 жасар жылқылар шығару әбден мүмкін дүние. Ал енді Ботай мәдениетіне келсек, ол кездегі энеолит дәуірі деп айттық қой, енді ғана адамзат өндірістік істерді қолға алған. Сондықтан да басты азық көзі ретінде, және Ботай мәдениетінің орналасқан жері Сібірге жақын екенін ескерейік, өте суық. Негізгі қорек, әсіресе қыстың күні ол жылқы еті болады. Себебі жылқы еті суықта тоңдырмайды. Суықтың алдын алады және қорытуға өте жеңіл. Сондықтан да біз өз басымыз сол қазақ даласы жылқы ең алғаш қолға үйретілген жері деген тоқтамға келіп отырмыз. Дей тұрғанмен бұл әлі нақты тұжырым емес, ғылым бір орында тұрмайды. Болашақта тағы да жаңа бір дүниелер ашылып жатса біз таңғалмаймыз. Себебі Абай Құнанбайұлы атамыздың өлең әрпінің бар таласы дейді ғой. Сол сияқты жылқының қолға үйретуіне де әрбір халықтың, оның ішінде көшпенді халықтардың таласы бар.